Апа, мен өзім кінәлі шығармын. Жоқ қызым, сен ештеңеге кінәлі емессің, олар сені қорғамай үнсіз қалғаны үшін кінәлі. Айжан бір нүктеге қадалып отырды. Қасында шешесі, алақаны дірілдеп, қызының иығына ақырын жан біткендей сипап отыр. Ал кешегі оқиға бір ғана сәтте бүкіл өмірдің үмітін аямай басып кеткендей. Жаз, шілде, университеттің соңғы курсы, диплом тапсырған, болашаққа қанат біткен кез. Айжан тәлімді отбасынан шыққан, оқу үздігі, иманды, тәрбиелі қыз. Әлеуметтік желіде белсенді, волонтерлікпен айналысқан, қоғам үшін жанын салатын, әділдік іздейтін, бірақ бұл жолы әділдік оны айналып өтті. Сол күні бәрі жай ғана басталған. Құрбылары бітіргендерін атап өтпекші болды. Бірі дәмханаға жиналатын болды. Айжан көп отырмауға, сусыннан бас тартуға, ерте қайтуға уәде берді. Ақ көйлек киді. Әрдайым тазалық пен инабаттылықтың белгісі болған сол ақ көйлек. Кешкі 9 шамасы. Дастархан басында күліп отырған қыздар мен жігіттер. Бір сәтте іштегі дос-сымақ жігіттердің бірі шыныдай көрінетін нәрсенің бәрі таза емес деген тақырыпта сөз қозғай бастады. Күлген, бірақ бір түрлі. Айжан жай ғана жымиып, әңгімені басқа жаққа бұрмақ болды, бірақ әлгі жігіт оған тік қарады. Сен тым дұрыс болып көрінесің, бірақ кім біледі, Жұрт күлді, бірақ сол күлкі Айжанның жүрегіне қадалып қалды. Бұл жай әзіл емес екенін түсінді. Әрі қарай ол өзін жайсыз сезінді. Далаға шығып, таза ауа жұтпақ болды. Сол түні үйге жылап келді. Жан дүниесін біреу таптап кеткендей, себебі әлгі жігіттің сөзімен ғана емес. Сәлден соң сол әлеуметтік желіде жалған жазба тарады. Мына қыз сондай текте, бірақ қазір деген сияқты жалған фотомонтаж, араңдатушылық, бірақ адамдар сенгіш, ешкім түсіндіріп жатпайды, ешкім түсінгісі келмейді, бірден сеніп қалады. Біреу сыбырлап үлгірсе болғаны, қыздың арына дақ түсіп үлгереді. Келесі күндері Айжан үйден шықпады. Телефонын өшірді, құрбылары үнсіз, университетте үндемейді. Ең қорқыныштысы, ешкім оның жағын қорғаған жоқ. Тек шешесі ғана жанынан табылды. Қызым, ақ көйлек кірлемейді, сен өзің таза болсаң. Апа, бұл қоғам ақты қара деп сенсен не істейміз? Деді Айжан. Күндер өтті, Айжан психологқа барды. Қалпына келуге тырысты, бірақ ішінде шындық үшін күресуге деген бір от жанып жатты. Өзіне қол жұмсамақ болған кезі де болды. Бірақ егер мен үнсіз қалсам, менен кейінгілерге не болады деп өзін қайрап отырды. Бір ай өткенде Айжан үнсіздікті бұзды. Өз парақшасында ешқандай айыптаусыз тек қана шындықты айтып, болған жайтты мәдени түрде жазды. Кейде сен жай ғана жақсы болуға тырысасың, бірақ біреудің арам ойы бәрін бүлдіруі мүмкін. Бірақ мен өзімді қорлағандарға емес, үнсіз қалғандарға ренжідім. Ақ көйлек кірленсе жууға болады, ал адамның ары мен атына жабылған жаланың дағы оңай кетпейді. Бірақ мен күресем. Постасына мыңдаған пікір жазылды. Бірі түсінді, бірі әлі де күмәнданды, бірақ бастысы Айжан үнсіз қалмады. Айлар өтті, Айжан журналист болуға шешім қабылдады. Әйелдер құқығы, ақпараттық зорлық, репутациялық қысым, кейбір шабуыл туралы жазды. Блог жүргізді. Университеттегі құрбылары бір күні келіп, біз бәрін білдік, бірақ үндей алмадық, кешірші деп жылап. Сендердің үндемеулерің мен үшін екінші рет ауыр соққы болды, деді Айжан сабырмен. Бір күні кезінде оны қорлаған, күлген, желіге жалған ақпарат таратқандардың бірі халыққа танымал қызметке келмек болып сайлауға түсті. Бірақ бұрынғы жазбалары мен әрекеттері еске түсіп, Айжан соның бәрін дерекпен, эмоциясыз нақты уақытымен шығарып берді. Халық қолдады. Әлгі жігіт сүрінді, себебі шындық кешігіп келсе де келеді. Айжан енді анасымен бірге ауылда болды. Қыздарға арналған ақ көйлек атты шағын
мектеп ашты. Онда қыздар өз құқығын, эмоциясын таниды. Ар мен абырой сырт киімде емес, ой мен жүректегі биікте екенін үйренді. Сен неге әлі жалғызсың деп сұрайтындар көп. Себебі мен енді кім көрінгеннің алдында емес, өз алдымда адал болғым келеді. Бір күні бір оқушы қыз жылап келіп, апай мені де мазақтады, қыз емессің деп айтты деді. Қызым, саған біреу кінә артып жатса, бұл оның өзіне сенімсіздігін көрсетеді. Бірақ мен жаман қыз емеспін ғой. Жоқ, сен өзіңді жақсы білсең, ешкім сені жаман ете алмайды. Айжан сол сәтте өз өміріне қарап, менің сол кездегі үнсіздігім енді бір қыздың үніне жол ашты деп ойлады. Кейде өмір сені сындырады, бірақ сен одан қайраттырақ, мықтырақ болып ораласың. Ақ көйлек, сол күні киген, кірмеген, бірақ қоғамның көзі кірлеткісі келген ақ көйлек енді Айжанның кабинетінде ілулі тұр. Жай ғана мата емес, шынайылық пен сынбай қалған рухтың символы ретінде. Кейде кешкісін жалғыз отырып, терезе алдындағы жазу үстеліне отырады. Қолында бос парақ, қасында ақ қалам. Жазуды бастамас бұрын жан-жағына емес, жанына үңіледі. Адам бір рет күйеді, бірақ күйіктен де жарық туады. Мен енді өз жарығымды басқаларға жол етуге міндеттімін дейді іштей. Сол күндері әлеуметтік желіде жаңа тренд жүріп жатты. Қыздарға қатысты мазақ посттар, қыз емес деген хэштегтер. Бір оқушы қыз сол себепті мектепке бармай қойғанын оқып, Айжан тағы да үнсіз қала алмады. Видео түсірді. Қыз бала дене емес, жүрек, қыз бала қоғамға берілген сенім, қыз бала ұят объектісі емес, ақыл иесі. Бұл бейне әлеуметтік желіні шарлап кетті. Көп ұзамай ақ көйлек жобасына бірнеше қаладан сұраныс түсті. Енді ол ауылда емес, аймақтарда да тренинг өткізе бастады. Ол барған әр ауылда бір-ақ сұрақ қояды. Сенің үніңді ең соңғы рет қашан тыңдады? Бір оқушы қыз ешқашан деп жылап жіберді. Осы кезде Айжан өз миссиясын терең түсінді. Қыздарды тыңдауға үйрету керек. Бірде ақ көйлек кеңістігіне орта жастағы әйел келді. Үні баяу, бірақ жанарында мұң бар еді. Қызым, мен де жас күнімде дәл сондай соққы көргем, бірақ үндемедім. Бүгін мен өз қызымды сен сияқты мықты болып өссін деп алып келдім. Айжан үнсіз жымиды. Кеудесінде өткенге деген өкініш емес, қазіргіге деген сенім басым еді. Ол енді журналист емес, спикер емес, белсенді емес, үміттің символына айналды. Кейбіреулер сен тым идеалды көрінесің, жоқ, менде де жара бар, тек мен ол жараны жаппадым, емдедім. Енді басқаларға да солай етуді үйретіп жүрмін дейтін. Қоғамда өзгеріс бар еді. Кейбір мектептер ақ көйлек апталығын бастады. Бір аудан әкімдігі қыздардың психологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған арнайы бағдарлама құрды. Ақ көйлек бәріне бірдей жараспайды, бірақ әр қыздың жүрегінде бір ақ көйлек бар. Жоғалтып алмаса, сол да жетеді дейтін. Негізі шын мәнінде бұл бір адамның тағдыры емес, бұл мыңдаған үнсіз қалған қыздардың ортақ дауысы, және бұл дауыс үнсіз енді қалмайды деп аяқтайды кейіпкер өзінің басынан өткен оқиғасын. Сіздермен болған өмірден алынған арнасы қазақша арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Тек қана шынайы өмірде болған оқиғаларды ғана жариялаймыз.